Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Былтыр өздеріңіз білетіндей шөптің бағасы өте қымбат болды. Бір пресс жоңышқаның бағасы бізде Тараз қаласында 1800 теңгеге дейін көтерілді. Биыл шөп қандай болатыны белгісіз. Біз жылда өстіп осындай далада шыққан судың жағасында өскен осындай қамыстарды биелерге осындай қолорақпен, шалқорақпен жерде өскен шөптерді орып әкеп беретінбіз. Бұл бір жағынан тегін шөп, екінші жағынан тегін шөп болған соң пайда да көбірек түседі. Сондықтан осы шөптерді жылда өстіп келіп оратынбыз. Биыл қайтадан орып жатырық. Алдыңғы жылы құрғақшылық болып бұндайда шөп шықпай қалған еді. Негізі достар, шөп қымбаттағаннан өстіп орып жатқан жоқпын. Негізі баяғыдан шөптің бағасы 250-200 теңге кезден өстіп оратынбыз. Бір пресстің бағасы осы 3-4 жыл алдын сондай еді. Сол кезде де осылай даладан өсіп қамыс болсын, жерде өскен шөп болсын орып әкелетінбіз. Тегін шөп болған соң өздеріңіз білесіздер, біз бие соғумен айналысамыз. Соған бізге шөп керек, және де тегін шөп болса бізде пайда көбірек болады. Сондықтан да өсіп даладан орып әкелетінбіз баяғыдан. Бұл біздің баяғыдан үйреншікті тірлігіміз. Алдыңғы жыл бізде өте құрғақшылық болып, бұндай қамыс та шықпай қалған еді. Сол кезде шөп қымбат болды. Міне достар, осындай қылып қамысты өз-өзімен өстіп түйіп, баулап орып жатырмын. Қазір судың жағасында өскен қамыстар бұлар, өстіп байлап орып жатырмын. Міне достар, осы жерде әлі 5-6 арба қамыс бар. Осыларды орып болған соң басқа жерде де су бар, сондай арықтың жағасы. Сол жерде орам, әшейін жердегі шөпті орам шалқорақпен. Міне ағайын 25 бау қамыс ордым. Ар жақтың бәрін ордым. Енді осыларды үйге апарып, биелерге, жылқыларға балтамен шауып беретін болам. Негізі әрбір үйге бір дровилка керек екен. Тем более осындай шөптің қымбат уақытысында шөпті шашпай төкпей беру керек екен. Енді ақша болып жатса сондай дровилкады алу керек алдағы уақытта. Әзірше осыны балтамен шауып бере тұрам. Міне достар, 25 бау қамыс ордым. Осыны енді ешек арбаға салып үй жаққа қарай әкетіп баратырмын. Мына жақтарда әлі келіп оратын болам алдағы уақытта. Биыл енді шөптің бағасы қандай болатыны әлі әзір белгісіз. Бізде міне осындай жоңышқалар енді гүлдеп келе жатыр. Енді алдағы уақытта 1 апта, 1,5 апта көлемінде орылады. Мына жақта арпа, мына жақта осы бірінші орық жоңышқа. Бұдан да әдемілер бар. Енді бірінші орық болған соң осындай гүл аралас сондай болады. Негізі бізге арзан болғаны бәрімізге жақсы. Арзан болса екен деп отырық. Біз жақта шөп енді орылады. Әлі бағасы толық шықпады. Енді кейбір жерлерде орып жатыр. Егер де сіздер жақта шөпті орып, уже бағасы шықпаған болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Егер де былтыр қыстағыдай баға болатын болса, онда сұмдық болайын деп тұр. Себебі бір шөпті 1000 теңгеге алсақ, 1000 пресс алу керек болса, онда 1 миллион теңге кетеді. Ал малдан жылына 1 миллион теңге табыс түсе ме, түспей ме? Түседі, бірақтан баяғыдағыдай емес, одан азырақ түседі. Если шөп қымбат болып кетсе, онда бордақының да бағасы ұшады, еттің де бағасы ұшады. Жалпы барлық нәрсеге зиян. Қазіргі кезде барлық мал бар адамдардың ойында осы шөп мәселесі болып тұр. Шөп қандай болады екен деп, бағасы қалай болады екен деп. Негізі шөптің мәселесі арзанырақ болып шешілсе, арзан болса, онда бәрі жақсы болайын деп тұр. Достар, біздің ауылда шөп орылып, шөптің бағасы шығып, шөптің бағасы қаншадан болып жатқанын айтатын болам. Егер де сіз жақта шөптің бағасы шығып, орылып болған болса, ондай болса, комментарийға жаза отырыңыздар, басқалар біле отырсын. Олай болса достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Алда әрі қызықты әрі пайдалы видеолар шығады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.